Қазір мынау Акелиус платформасымен өте ыңғайлы екені барлығымызға белгілі. Егер де түсінбеушіліктер болса, кейін сұрақтарыңызды қоя бересіздер. Ал қазір сіздерге Акелиус жайлы бір не түсіндіріп өтіп кетейін. Яғни қазір так. Мына Акелиус планшеттері қазір өте ыңғайлы, мұғалімдер үшін де және оқушылар үшін де өте ыңғайлы платформа. Яғни бұл жеке жұмыс немесе өздеріңізге де қолайлы платформа түрі. Бұл планшет және жасанды интеллектті қолдану және бастауыш және орта буындарда кез келген буында өздеріңіз қолдануға және әртүрлі жаңағы деңгейде қолдануға болады. Мысалы қазір Акелиус дегеніміз не? Бұл жерде ағылшын тілін оқытуда, немесе қазір қосымша орыс тілі де бар. Ағылшын және өзім ағылшын болғаннан кейін ағылшын жайын түсіндіріп өтейін дегенім. Ағылшын тілін оқытуға арналған бұл цифрлық платформа және бұл планшет және жи арқылы қолдануды қазір үйреніп жатырмыз. Соның бірі мен өзімнің сабағымда description of peoples деген, значит, адамдарды сипаттау жағынан сабақ өттім. Өте қолайлы болды өзіме. Оқушыларды және өздерін тыңдауға, немесе олар өздерінің айтылым арқылы мына бір әрқайсысында оқушыларға наушниктер беріледі. Сол арқылы оқушылар тыңдап, өзінің несін ойын айтуына өте үлкен мүмкіндік бар. Соның іші көрнекіліктер, қызығушылық және қағазсыз оқу түрі осы жерде дамиды деп ойлаймын. Акелиус сенсорлы экран. Мен жаңағы мына экранда көріп отырғандай, сіздерге өзімнің планшеттен бұрын экранымадағы осындай нені жүктеп қойғанмын, Акелиус платформасын. Оны да оқушыларға жалпы қай не бойынша көрсетуге және қайсысын ашуға болады екенін сол жерде түсіндіріп өте алады екенмін. Бұл бастауыш сыныптарда негізі көбіне сөздік қорлары, тыңдау және айту дағдылары дамиды екен бастауыш сыныптарда. Қазір бастауыш сыныптарда ағылшын тілі 3-ші сыныптан бастап өтіледі барлық мектептерде. Сол 3-ші, 4-ші сыныптарда осы бір нелеріне қолдануға, өздерінің дағдыларын дамытуына өте үлкен мүмкіндік бар екен. Және жи қолдану қазіргі кезде заманауи неде білесіздер, қазір жи қолдану үлкен сұранысқа ие. Сондықтан жи қолданудың бастауыштағы рөлі, значит, олар дұрыс дыбыстау, қайталау және қате түзету бойынша өздерінің дағдыларын дамыта алады екен. Жи қолдануда қазір білесіздер, барлық нелерде, мектептерде осы не қолданып келе жатыр. Бастауыштағы нәтижеге көз жеткізгеніміз, о жерде олардың қызығушылықтары артып, сөздерді есте сақтау қабілеті өте үлкен деңгейде болды деп есептеймін. Ал орта буынға келетін болсақ, орта буында қазір сөйлеу мен оқылым, жазылым деген дағдылар дамиды екен. Оның ішінде қазір орта буында 5-ші сыныптан бастап олардың сөйлеу дағдыларын дамыту, немесе оқылым, балалар өздері жеке еркін оқу деген сияқты дағдылары дамиды, және жазу, ол енді жазу дағдылары үнемі дамытып отырады екен. Бұл деңгейге сай тапсырмаларды беріледі екен, және ол жерде жеке қарқындары да дамиды. Орта буындағы артықшылықтары болған жағдай, ол жаңағы өздігінен жұмыс жасап, мотивацияға дағдыланады екен. Мұғалімдерге берілген мүмкіндік, ол прогресті бақылау және оны қазір барлық КМЖ жүктеулерінде саралау түрлері жүргізіліп жатыр. Соған да үлкен мүмкіндігіміз бар екеніне тоқталғым келеді. Күтілетін нәтиже, бұл сенімді сөйлеу, цифрлық дағдылар және дағдылары дамиды.
Және қазір бір тағы мысалы мен өзімнің немде бүйтіп көрсетіп өткендей осы экранда міне осы қазір бір осыларды көрсетуіме болады екен. Міне осылай өзімнің ментор ретінде осы Акелиусты бойынша офлайн жиналыс жүргіздім. Сол кезде өзімнің ағылшын тілі мұғалімдері осындай бір нелерге түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Мына алдарында планшет, білесіздер, экран бойынша көптеген деңгей бойынша нелерді жүргізіп өткіздім. Бұны жаңағы Инстаграм парақшасына жүктеу арқылы бұларды көрсеттім. Тағы да бұны қазір тағы бір нені ашатын болсақ, мына бір неде, ой, қайда кетті, қазір бір минут. Акелиус сіздерге ашылып тұр ғой, осындай бір деңгейлерден тұрады. Егерде мынау Акелиус деп жазатын болсаңыздар, немесе өздеріңіздің планшеттерінде жүктелген, оны кез келген неге де жүктеп алуға болады екен. Значит, оны әртүрлі деңгейлерде қарасаңыздар, мынау 200 слов деп орысша жазылған. Міне осы жерден бастап А1, А2, Б1, Б2 деген сияқты деңгейлерді ашып көрсетуге болады. Соның ішінде мысалы мен қазір А1-ден кешегі сабақтардан мына бір 14-шіні ашып көрдім. Ол жерде people around me деген тақырып берілген. Осы жерде кез келген нені ашуларыңызға болады. Міне, например, бірінші сабақ ретінде көрсетіледі, одан кейін ойын ретінде, угадай табу ретінде, ән айту, сол сөздерді қолдану арқылы ән айту түрі бар, балалардың сөйлеу дағдысын дамытатын грамматикалық жаттығу бар, культура, мәдениет жағы, личный помощник деген түрі бар, және квиз, ең соңындағы квиз деген түріне, мысалы ең соңында қорытынды ретінде сіз қолдана алады екенсіз. Мысалы соның біреуін қазір ашып көрейік. Мысалы квиз дегенді ашып көретін болсақ, сіздерге не ретінде мен көрсетіп өтейін. What do you see? Сіз не көріп тұрсыз, ағылшын тілінде сіз осы жерден people және cats деген түрі бар. Соларды сіз белгілеу арқылы неге тез істеу керек бұны, бірақ ше. Қайсысы ер адам дегенде ер адам. What color are her eyes? Eyes көзі қандай деген кезде brown деп басуға. Who is the woman? Әйел адам қайсысы? What do you see? Сіз не көріп тұрсыз дегенде. Where is the dress? Dress ол көйлегі. Are they students? Мына оқушылар ма? Where are the pants? Eye color the same? Көздерінің түсі. Where is the skirt? Who lives next to us? Where is the teacher? Teacher бұл мұғалім. What does a teacher do? Не істеп жатыр дейді. Where is the shirt? Shirt. What do you see? Не көріп тұрсыз? Осындай сияқты сізге не квиз арқылы өзіңіздің неңізді көрсете алады. Оқушылар бұны сабақ үстінде де былайша өзі келіп те немесе планшет арқылы да орындай алады екен бұндай тапсырмаларды. Так. Бұны қалай не алады? Қазір бір минут. Тағы қандай сұрақтарын қайсы нені ашып көрсек болады? Например, бұл жерден сіз ең соңында словар деген жері бар. Бұл бетінде тұрады. Словар деген білесіздер сөздік, бұл жерде ағылшын және орыс тілінде тұрады. Астында мысалы сіз өзіңіздің мысалы ағылшынша бір сөзіңізді кез келген people деп жазатын болсаңыз, например, перевести деген кезде translation люди деп астына міне шығады екен.
осындай сияқты мүмкіндіктер көп. Егерде жаңағыдай оқушыларда немесе жаңағы сұрақтары пайда болып жатса, осындай нелерді сөздіктерді қолдануына үлкен мүмкіндік бар екен. Осылай тағы да Қайырлы күн, әріптестер. Естіліп тұр ма? Майя, сәлеметсіз ба? Естіліп тұр, саламатсыз, айта беріңіз. Я, рахмет. Бұл жерде қарап отырсам, основной менторлар екен да? Бұл сіздің айтып жатқаныңыздың бәрі жұмыс барысында бәріміз пайдаланып жүрген. Бұл жерде ақтаулықтарыңыз қаншалықты қатысуда? Сіздің өзіңіздің ақтаулық мұғалімдеріңіз бар ма? Отыр ма? Ақтаулық мұғалімдерге мен өзімнің немді ашқанмын, группамды сол жерге жібергенмін. Қазір көрейін. Қазір отыр ма екен, Әуезгүл Бердикуловна? Қазір мен көрейін. Бұл жерде основной жаңадан қосылған мұғалімдерге қажет қой. Әсіресе жаңа ақтаулық әріптестерімізге, иә? Майя, сізде 3 мұғалім ғой, ағылшын ба бәрі? Өзімнің мектебімнен 3 адам және сол ақтаудан 3 адам. Қарап отырсам, бұл жерде Рыскүл, сосын Гүлмира, менторлар основной. Қазір мен Одан кейін уровень. Мен өзімнің нелерімде сұрақ бар ма, қыздар? Өзімнің не бойынша. Одан кейін первоначально по платформе пока иді қосудың қажеті жоқ деп ойлаймын мен, әріптестер. Бірінші первоначальный обзорды алып алсын да, жаңадан қосылған әріптестер уровеньмен таныссын, күнделікті сабақтармен таныссын, соларды пусть они внедрят сначала на свои эти краткосрочные планы. Енді КТП-ға енгізбегендерін білмедім оларды, по-моему, енгізілмеген даже. Күнделікті краткосрочный пландарына енгізсін по платформе. Вот это слушание, говорение, чтение, письмоның бәрін. Енді искусственный интеллектті пока қоспай тұрсын жаңадан қосылған мұғалімдер. Ол енді сіздердің өздеріңіздің по предмету, по английскому языку, мүмкін өздеріңіздің жаңа қымыжыларыңыз, краткосрочныйларыңа соларыңызға қосып жүрген боларсыздар. Но Акелюсқа пока искусственный интеллектті қосудың маңыздылығы, онша қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Бекерге не болып перебор болып кетеді да, ол бірінші әлі оларда, во-первых, планшет жоқ. Во-вторых, оған пока өздері кірсем дегенше, ол милары қатып, визуально оның бәрін олар меңгере алмайды біріншіден. Сондықтан жаңа сіздің слайдыңызды көрдім, Майя. Жақсы, на первоначальный жақсы жасалған. Но, жаман емес. Бірақ жаңадан қосылған өзіңіздің мектебіңіздегі 3 мұғаліміңіз. Және Ақтаудан қосылған 3 мұғалім, бірінші имен жаңағы адал азамат, оларды пока внедрить етудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ол сіз ментор ретінде өзіңіз пайдалана беріңіз, да? Сіз өзіңіз пайдаланып жатсыз деп ойлаймын, потому что у вас это отразилось на слайде. Менің ойым солай сізге, Майя. Рахмет. Басқа әріптестер не айтады екен? Ойларыңызды айтып, Майяға көмегіміз болсын. Сұрақтарыңыз болса да, қойсаңыздар. Сұрақтарыңыз болсын. Вы 86-я школа, да, Майя? 86-я. Так, принять все дегенде. Мүмкін, обязательно ма негізі принять дегенді басу, кейбіреулерде почему-то. Видеозапись жасаватсыз ба? Видеозапись бар. Сол маңызды ғой.
Сол маңызды. Просто зумды өткізе салсақ, просто мы вот это все пропустим, то, что мы отрабатывали. Сондықтан видеозапись жасап алыңыз, уақытқа сыйғызыңыз, слайдтарыңызбен бірге қоса. Басқа по планшету, басқа жұмыстардың бәрі көрініп тұр ғой, негізі бәрі жаңағы немен кіріп, әр уровеньге кіріп, по возрасту ребенка, да, с начального класса до среднего звена, потом до 8-9 классов по уровню көтеріліп, уровеньге кіргеннен кейін раздел бойынша сабақтары шығады, название раздела, потом параграфы, как по учебнику уже, да? Иә, кәдімгі Да, гара кәдімгі, сияқты, иә, иә, оқулық. төменнен Иә, бастап оқулық. жоғарыға Мгм. көтеріле береді. Иә. Кітапты ашасыз, кітапты ашқан кезде бірінші разделдің атауы тұрады, сол сияқты планшетті ашқан кезде де название раздела, потом по параграфам бөлінеді ғой, кітаптағыдай, оқулықтағыдай, да, тура? Иә, Ағылшында да кітаптары сондай да болу бар, керек. иә, кстати. Иә. Ағылшын пәніне оқулықтар да берілген. Менің де ағылшын мұғалімдерімде Жадрада, Асабаева Жадрада бар, Айнагүлде бар оқулықтары, тоже вспомогательный, не көмекші құрал ретінде можно. Одан кейін сол пән бойынша уроки, там разминка, пение, вот это вся межпредметная связь бәрі бар. Очень эффективные методы для обучения. 4 оқылымның бәрі бар, жаңа өзіңіз атап өттіңіз, жақсы. Письмо бар, чтение бар. Письмоны кішкене азайтам мен өз басым, потому что они на каждом уроке и так пишут. Они вот это все, это чтение обязательно, особенно неге начальное звеноға, иә, произношение обязательно, потому что балдарда произношение өте нашар, текст пересказывать они не могут. И не стараются некоторые дети, к сожалению. Но прям произношение бар ғой, ясно, четко, по слогам, буындап, әріптестер, буындап балдарға жаңағы Акелюста өте әдемі көрсетеді. Мысалға, Саймон прочитал, прям звук ясно, четко. Видите, это какая большая помощь детям. И они стараются, где ударение ставить, где проявляются безударные гласные, балдар соған мән береді. И вот это слушание, говорение өте көп пайдаланыңыздар. Соған акцентті көбірек қойыңыздар. Письмо мен өз басым бір разделді біткен кезде бір алам мен өзім. Тест түрінде, квиз түрінде, жаңа Майя жақсы атап өттіңіз, квиздің балдарға пайдасы. Біз қазір мысалға балдарға парақ жүзінде тест тарататын болсақ, планшетпен осы квизді орындата қоямыз. Иә, сол кезде уақытпен әрі. балдарға, иә, уақыт әрі көрсетіп тұрады. Там время там засекается, уақыт көрсетілген кезде балдар бұл уақытқа стараются жаңағыдай уақытты бекерге өткізіп алмау үшін әрі жылдамдыққа үйретеді, әрі менің қыздарым шықты. Жадра, Айнагүл, менің ағылшын пәні әріптестерім, менің көмекшілерім, әр уақытта қолдап бір-бірімізді білмеген жерімізді үйретіп, айтып, ой бөлісіп тұрамыз үнемі. Майя, сізге де сондай сәттілік тілеймін. Рахмет. Бүгінгі жақсы Zoom жиналысыңыздағы атап өткен бастапқы енді кәдімгі доклад есебінде дайындығыңызға рахмет. Енді ақтаулықтарды өз мұғалімдеріңізді күнде көріп жүрсіз ғой, енді жұмыс барысында, иә? Это проще, конечно. Бізге маңыздысы, одан кейін мұйыттан тексерген кезде де, бізді проверка болған кезде де, основной ақтаулық әріптестерімізге көп акцент береді. Жанар деген ақтаулық қосылды, бір не? Ақтаулық қызымыз. Жақсы. Видеосын түрін көріп қойса, Жанар әріптесіміздің. Мүмкін бе екен? Иә, Жанар. Скрин жасайық.
Дауысыңызды шығарыңыз, Жанар. Сәлеметсіздер ма? Қуаныштымын сіздермен кездескеніме. Жаңа жолда болып енді келіп жатыр едім жұмысқа. Сәлеметсіз бе, Жанар әріптес? Жақсы бәрі. Рахмет. Ақтау жақсы ма? Не хабар? Аманшылық, жақсы. Күн өте жақсы. Кішкене мұз қатқан екен. Машинамыз қызбай қалды чуть-чуть, соны отырып қалдым. Енді кішкене человеческий фактор болады, бірақ енді осы проектке кіргеннен кейін жұмысты бірінші орынға қояйық, уақытқа как-то сложиться етейік, бір-бірімізді подводить етпейік. Жұмыс болғаннан кейін әрине біз сол жұмысқа барынша назарымызды салуға тырысамыз. Сіздер де мынау ментор әріптестеріңізді подводить етпеңіздер. Zoom жиналыс әрине бір күн бұрын жіберілу керек. Ссылка әріптестер, соны ескерейікші, жарай ма? Себебі қазір каникул кезі болғанмен әрқайсымыз уақытымызды жаңағы не қылып қоямыз ғой, жоспарлап қоямыз. Жоспарлап қоямыз. Сондықтан өтініш, ссылканы бір күн бұрын жіберіңіздер. Бізде алматылық координаторларымыз тіпті бірнеше күн бұрын жіберіп қояды. Сол кісілерден енді біз үлгі алайық, координаторларымыздан. Жарайды. Себебі әртүрлі человеческий факторлар болады. Менің айтарым осы, басқа әріптестер болса, тағы да айтарларыңыз болса, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қай кезде қандай көмек қажет, ой бөлісетін, кемшіліктер, жетістіктер, бәрін бөлісуге дайынмын. Акелюс бойынша тағы бір нені ашып берейін, жаңағы платформасын. Сұрақтар бар ма екен? Қазір. What do you see? Мына нені, сосын тағы бір көргенім айтпақшы сіздерден бір нені көрсетейінші деген едім. Осы Акелюсты мен көріп жүрген кезімде, мынаны қалай тоқтатамын қазір бір минут. Мынаны тоқтату. Мына телефоннан көрсете салайын. Мына бір неде Акелюс бағдарламасы бойынша сіздерге керісінше болып кетемін. Қызыл түрі бар екенді. Осы қызыл түрінде Акелюс бойынша. Онда неңізге жүктеп алатын болсаңыз телефондарыңызға, ол жерде де жалпы Акелюс туралы нелер бар екен, тапсырмалар. Содан да көрсеңіздер болады екен. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар болса мен жауап берейін дегеннен мен жаңағы. Майя, тоқтамаңызшы, көбірек сөйлей беріңіз, айта беріңіз. Сұрақ по ходу болады ғой сұрақ. Уақытты тиімді пайдаланыңыздар, иә? Иә. Мен аша алмай жатырмын, просто мына жерденше. Мына бір не, сіздерге демонстрация ашылмады ма, ашылды ма, ашылып тұр ма? Енді қазір сұрағым жоқ. Өткенде бізде де кездесу болды қалада, сол 3 мектептің қосылуымен. Сол жерде жайлап талқылап, ашып, көріп, кішкене не екенін білдік, ұстап дегендей.
Енді ертең по ходу жұмыс жасап бастаған кезде болатын шығар, сұрақтарымыз болып жатырса сіздерден сұраймыз ғой, сол кезде көмектеріңіз тисе бізге. Жарайды. Мына экран бойынша Акелиусты ашып тағы көрсетсем ба деген едім де, бір-екі несін. Бұның сіздер жаңағы қызыл Акелиусты түсінбедіңіздер ғой, деймін. Мына бір қызыл Акелиусты бассаңыздар, ол жерде де бірнеше қолданатын нелер бар екен. Оның ішінде жалпы қалай қолдану осы не бойынша көрсетілген. Ой, кәдімгі не болып кетті. Қыздар, 1 минутқа, әріптестер, 1 минутқа фотоларыңызды қосыңыздаршы, скрин жасап алайын. Ашылды ма? Болды, тағы бір нені ұйымдастырғаннан кейін, тағы бір қосымша егерде нелер мәліметтер болып жатса, келесі жиналыста тағы көрсетейін. Сұрақтар болса, сол сұрақтар бойынша дайындалсам ба деген едім де, көрсетіп. Мен қайтып нені түсінбей қалдым. Жалпы осы конференция бойынша сұрақтарыңыз жоқ па? Мына бір нені қазір бүйтіп шын айтқанда түсіне бермей жатырмыз. Так. Мына Акелиусты тағы бір ашып көрейін, басқа бір нелерінде. Сіздерге ашылып тұрған шығар, иә? Английский деген неде, нелерде ағылшын тілі бойынша ағылшын несінде де болу керек. Өздерінің несі әртүрлі слов деп жазылған. Мысалы, мына бір жерде B2 дегенге 4000 сөзге дейін оқушылар жаттауға өздерінің словарный запас дейді ғой, соны көбейтуге болады екен. Басында 200-ден басталады. 200-де ең оңай не тапсырмалар. Бұл жерде 1-ден мынау 10-ға дейін көрсетілген. Соның ішінде мынау айналма жолы, бұл кәдімгі қайталау сияқты берілген.
Басында оңай, бірінші нелерді бастауыштарға арналған бұл жердің барлығы. 9-да мысалы ретінде ашатын болсақ, бұл жерде colors деп берілген. Colors деген ол түстер. Түстерден жаңағы тест бойынша ашылған кезде біз уақытпен мына жерде көрсетілген уақыт бойынша беріледі, ал қалған жерлерде тапсырма. Песня деген жерде бір рет ашып көрдік. Песня деген жерде мына where is the cat, what is this, үшеуінің біреуін таңдауға болады. What is this дегенде бұл не деген сөз, соны ашатын болсақ, осы жерде ән айтуға What is this? What is this? What is this? This is an orange ball. Осыны This қосылып айтуға is an болады, жай orange айтуға. ball. They play with an orange ball. What is this? What is this? This is a yellow ball. This is a yellow ball. They play with a yellow ball. What color is the ball on the floor? The ball on the floor is brown. What is this? What is this? This is a white ball. This is a white ball. They play with a white ball. Let's sing it again. Қайтадан айту ретінде осы әнді орындап көрдік бастауыштармен. Сол кезде оқушылар қуана-қуана барлығы тұрып, дауыстап тұрып өздерінің несін айта алды. Және де мысалы тағы да онды ашатын болсақ, бұл жерде игра ретінде берілген, бұл да өте қызықты тапсырма. Big and small деген жерде. Бұл жерде де 4 түрлі деңгейде, 4 түрлі тапсырма, 4 түрлі. Оның ішінде мына неде көрсетілгенде барлығы яркий, жарық, оқушылар өте қызығып орындайды. What does the road look like? Мынау неге ұқсайды деген сияқты, қараңыздар. Ненің жолына ұқсайды? Cars, buses, trains. Оқушылар бұл транспортта өтеді. Негізі басында бұл 4-ші сыныптарға арналған. Значит, train ол кезде транспорт жайлада өтілген кезде осыны басып орындауға болады. Trains, например, қандай не? Slow, жай, fast, тез, және long, ұзын дейді, Значит, осы тапсырма long train. Көріп отырсаңыздар, осындай нелерді, тапсырмаларды қызықты орындауға болады екен. Бұларды одан кейін жүктеп алуға да болады. Барлық нелерге, бұлардың барлығы бастапқы түрде жүктеп алу. Мысалы, тағы да біреуін ашатын болсақ, бинго. 25. Санды айтады, санға арналған бұл жерде 25, ол 25, осыны 44. уже жабылады. Егерде айтып болғаннан кейін. Осыны тапсырмалар. 96. 96. 100-ге дейінгі нелер. 73. 73. 60. 60. 53. 53. 55. Осындай сияқты тапсырмаларында түрлері бар екен. Өте қызықты, егерде қолданып, тағы қайсына неше түрлі, значит, сандарға, түстерге, және осындай нелерге арналған екен. Мінекей. Нелерді, логикалық сұрақтар да бар, егерде
Оны не қылсаңыз, ана жерде дополнительный урок, міне дополнительный урок. Big Ben ол үлкен біздегі Англиядағы сағат. Big Ben, London, England. Бұл қосымша ақпарат. Big Ben, London, England. Бұл жерде қосымша тапсырмалар. Немесе Claude Monet. Claude Monet, Woman in the Garden, 1867. Қосымша Claude мәліметтер. Monet, Woman in the Garden, 1867. Оқушылар осы жерде өзінің несін сөйлеу дағдысында дамыта алады екен. Claude Monet, Ой. Woman in the Garden, 1867. Жоғары сынып. Майя апай, айтайын. осы тұста бір сұрақ қойып өтейін. Жалпы Акелис тапсырмалары оқушылардың деңгейіне сай келеді ме? Иә, бұл дұрыс сұрақ. Значит, жаңағыдай жоғарыда атап өтілгендей, осындай деңгейлік тапсырмалар бар. Оны тау сияқты неде көрсетілгендей, сіздер өздеріңіздің деңгейіңізге байланысты таңдай алады екенсіздер. Және де инклюзивті оқушыға да болса да, әйтеуір осындай тапсырмалар бар. Бұл әр оқушыға қолайлы тапсырма бар. Значит, оны дұрыс күрделірек тапсырмаға оңайынан күрделіге қарай өте алады бұл жерде. Значит, бұл деңгейлік материалдар құрылымы ол А1, А2, Б2 деп бөлінеді, және жоғарғы жақта тапсырмалар бар. Дағдылар бойынша бұл платформа тыңдалым, айтылым, жазылым және оқылым дағдыларын дамытумен қатар оқушының әлсіз тұстарын анықтап, ол тапсырмаларға басқаша қосымша нелер беріледі. Қандай сұрақтар? 1 минуттай қалды, әріптестер. Қазір мынадан шығып көрейін. Міне, мен сіздерге қалай сатып алу жолын көрсетейінші деген едім. Міне, сіздер осы бір жаттығуларды істеп болғаннан кейін, мына төбеден көрсеткен кезде міне сіздердегі тиындар тұр, иә? Осы тиындарда менде 75 сом бар деген сөз. Сіздерде егерде осында 75 сом болса, осыған міне бассаңыз болады. Сол кезде осында көп не шығады. Енді осының ішінен әр түрлі нәрселерді сатып алу жолын көрсетейін деген міне қастарында тиындары тұр, байқап отырсаңыздар. Мына жерде міне өткенде көрсеткендегідей міне әр түрлі тиындағы тапсырмалар бар екен. Енді соның ішінен қазір сіздерге кепканы қалай сатып алуды көрсетемін. Егерде мына кепканың үстіндегі міне 75-тің үстін міне бассаңыз, міне этот предмет стоит 75 дейді. Сол кезде сіз купитті басасыз. Міне купитті басқан кезде сіздің уже мына жердегі тиындарыңыз нөлге айналады. Міне нөлге айналып, мына өзіңіздің дельфиніңізде көп кепка пайда болады. Бұл көп кепка бұл жерде қана емес, сіз мына жердегі міне мынаған қарасаңызда міне көп кеп сіздің дельфиніңізде көп болады. Және де кепка киіп тұрады. Және де тағы да кәдімгі өзіңіздің тапсырмаларыңызды басқан кезде міне мына жердегі көп кепка сақталады екен. Мына жерді басқан кезде мына кепкаңызды байқасаңыз, сізде міне өзіңіздің дельфиніңізде көп кепка сіздің сатып алған бейнеңіз тұрады. Міне осыны қазір тағы да неше түрлі осының барлығын ойнау арқылы сіз көптеген тиындарды жинап, жаңағы көп тиынға барып, барлық аксессуарларды сатып алуыңызға сіздің мүмкіндігіңіз бар. Міне осының барлығын сіз ішіндегі сатып алуға. Біздің қазір мақсатымыз негізі мына бір ең әдемі гүл.
осыған қарай бағыт жасауға және де басқа нәрселерді сатып алуға болады екен. Енді сіздерге көрсеткен мына бір видеомен таныстырып өтейін. Жаңағы қызыл Акелиус деген телефонға жүктеп алынған. Оның ішінде осындай бір немен қараңыздар. Енді мына жерде міне көріп тұрғандарыңыздай мына ақ, көк пен қызыл. Соның ішіндегі міне ағын аламыз, қызылын аламыз. Міне осындай неден тұрады. Оның үшін басқан кезде бірінші введениені басамыз және бір отрывок тыңдап көрейік. Бұл жерде орысша айтылады, мен сіздерге соны оқып берсем, иә. Меня зовут Матлуба, я учитель греческого языка. Я работаю в Металле 2019 бері. Сейчас я преподаю язык в возрасте от 6 до 17 лет. Но в прошлом я также обучала и взрослых. Все мои классы мультикультурные и с детьми с разными способностями. Все мои ученики замечательные. Когда я начала работать в мета-адресе, мои коллеги рассказали мне о приложении Акелиус. Мы посетили 2 учебных семинара по использованию приложения Акелиус и преимуществам смешанного обучения. Я сразу увидела, что приложение Акелиус содержит насыщенный материал с большим количеством интерактивных заданий. Что мне особенно понравилось, так это оригинальность текстов, столь необходимые наглядные графические материалы, а также веселые песни и игры. Большое количество ресурсов не только удовлетворяет образовательные потребности, но и интерес учащихся, а также помогает мне как учителю дополнить структуру моих уроков. Не говоря уже о преимуществах образования и использования технологий, что, давайте будем честными, не всегда было трудно, да. Сначала я скептически отнеслась, как встраивать этот процесс преподавания, но мои ученики очень скоро сами помогли мне в этом. Я представила детям программу, и они начали знакомиться с приложением, превратив его в инструмент, который заинтересовал их, тем самым способствуя прогрессу обучения. Руководствуясь их энтузиазмом, мне удалось построить свои уроки с использованием приложения Акелиус. Это повысило вовлечение учеников в учебный процесс. Как учителю всегда уделяю значительное количество времени подготовке к урокам. Подготовка очень важна для проведения уроков, хорошо инструктированное образование уроков, да, которые не выходят за рамки намеченных целей и фокусируются на конкретных потребностях и стилях обучения каждого ученика. Енді тағы бір нені тыңдап көрейік. Бұл жерде отзыв и Мария және қазір инстракшнды бір қарайық. Мына жерді қарайтын болсақ, мына бір неде, екіншісі бұл introduction. Здравствуйте и добро пожаловать на обучение онлайн-курс для учителей по использованию приложения Акелиус в инклюзивной среде смешанного обучения. Меня зовут Оливер, я руководитель команды разработчиков, чтобы помочь детям и взрослым лучше и легче освоить иностранный язык. Фонд Акелиус совместно с ЮНИСЕФ разрабатывает онлайн-приложение для изучения языков с 2018 года. Эти приложения предлагают большой выбор интерактивных средств, включающих оригинальные видео, тексты, аудио, графику, песни и игры.
и представляет учащимся материалы, учитывающих их потребности и интересы. Эти разнообразные интерактивные ресурсы помогают всем этим, да. Значит, бұл жерде осы бір неге назар аударсақ, келесі ары қарай жалғастырып көрейік. Методист языкового курса Акелиус. Данный курс для учителей состоит из 5 модулей. В первом модуле это введение. Мы проводим обзор содержания, структуры метода. Второй модуль языковые приложения. Знакомит учителей со структурой онлайн-курса Акелиус, объясняет его концепцию и основания. Мы показываем, какое приложение обладает, как в нем ориентироваться. В третьем модуле, который называется «Смешанное обучение», речь идет о преимуществе современной технологии в образовании, а также о том, что из себя представляет смешанное обучение. В этом модуле мы показываем, какие возможности языкового курса Акелиус дает учителям для создания смешанного обучения. Да. Четвертый модуль преподавания с Акелиус предлагает идеи для планирования и проведения уроков иностранного языка с использованием языкового курса Акелиус. И последний, пятый модуль управления классом содержит информацию о стратегиях управления классом, которые помогут тебе создать инклюзивную среду смешанного обучения. Модули содержат уроки, видео, сценарий, применение и квизы, конечно. Ты поможешь проходить все блоки курса по порядку или отдельно выбрать интересующийся тебе модуль. И в конце обучающегося курса мы представляем тебе пространство для самоанализа. На странице учителя, где ты можешь отслеживать свой прогресс, у тебя будет доступ к библиотеке с дополнительными учебными материалами и ссылками на другие сайты, где можно найти информацию о преподавании иностранного языка смешанного обучения. Міне осындай сияқты көрсету introduction. Енді бұл жерден введениеден шығып, енді приложение Акелиусқа кіріп көрейік. Бұл жерде 3 бөліктен тұрады. Introduction бұл 1 минуттық көрсетілім. Түсіндірме жұмысы бұл жерде де. Так, добро пожаловать во второй модуль, дейді. В этом модуле мы покажем тебе приложение изучения языков Акелиус. В следующих уроках ты получишь более полное представление. Значит, цель языкового курса Акелиус в нашем подходе к изучению языков и структуре курсов и навигации по нему. Да. Образовательные компоненты в других функциях приложения и технологии, позволяющие эффективно использовать приложение. Значит, бұл осы жерде осылай құралады екен. Енді лессонды ашып көрейік. Бұл жерде 4 бөліктен тұрады. Соның біріншісі подход к изучению языка ашып көрейік. Значит, бұл жерде сұрақтар. Изучение языка используется в приложении Акелиус. Целью курса является коммуникация. Основная цель курса Акелиус – способствовать повседневному общению уже на начальных этапах изучения языка. Курс Акелиус вводит новый материал и грамматические правила в естественном языковом контексте. Обучение с использованием приложения Акелиус происходит постепенно, шаг за шагом. На каждом этапе учащиеся знакомятся с небольшими фразами и словосочетаниями. Начиная знакомиться с буквами и словами,
ученики расширяют свои знания шаг за шагом. Получается, что приложение Акелиус использует лексический подход. Да, так и есть. Как ученики знакомятся с новыми словами? Ученики встречают новые слова в различных разделах курса. Например, уроках, песнях, играх, грамматике, математике, науке и культуре. Почему в приложении так много разных заданий? Повторение необходимо в процессе изучения языка, но учащимся также нужно разнообразие учебных материалов. На каждом этапе ученики имеют доступ к дополнительным материалам для закрепления полученных знаний. В приложении Акелиус ученику предоставлена свобода выбирать материалы, которые он хочет проработать. Разные типы заданий подходят ученикам с разными ведущими каналами восприятия информации и для разных. То есть ученики могут начать выполнять любое задание до того, как они выучат все новые слова, представленные в уроках данной главы. Да, новые слова в разных играх и песнях могут пробудить в учениках любопытство и подтолкнуть их изучить другие материалы на эту тему. Интерес к открытиям – это мощный инструмент в изучении языка. Также не обязательно дожидаться окончания урока, чтобы оценить знания учеников с помощью квиза. Какие преимущества предоставляет свобода выбора? Учитель могут выбирать те главы, которые соответствуют теме урока. Ученики могут изучать материал по удобный для них способ, и ученики могут оценить свои знания, чтобы определить цели обучения. Мне осылай подход к изучению. Енді мына жерден тағы бір нені көрейік. Квиз астында ең соң тест ашып көрейік. Сұрақтарға жауап беріп, какой подход к изучению языка использует Акелиус дегенде, жаңағы сияқты лексический подход деп айтты, иә. Сол сабақтардан өтіп болғаннан, где можно посмотреть все слова, которые были введены в курсе, конечно же, языковом указателе. Где можно посмотреть, так, какие особенности есть у режима гостя, значит, нельзя отслеживать прогресс на нескольких устройствах и не нужен пароль или QR-код. Какие преимущества дает работа в режиме с учетной записью? Можно воспользоваться элементами игры, можно удалить свой аккаунт и, конечно, можно продолжить на другом устройстве. Какие задания позволяют учащимся попрактиковаться в правописании и в кроссворде? Еще найди слово, да. Что значит, если глава обведена зеленым, это ученик успешно прошел тест, конечно. В каких заданиях ученики встречают новую лексику, введенную в уроках? Это значит чтение, песня, угадай и в играх. Везде. В каком разделе учащиеся могут сыграть в бинго? Конечно, игра. Вход в систему с помощью QR-кода подтверждает проблемы с забытыми паролями. Это правильный ответ. Не позволяет, а зарегистрироваться учителя могут получить доступ к режиму учителя и создавать учетные записи учеников. Да. Для получения дополнительной информации об обмене контентом с устройствами, учащихся в режиме офлайн, учитель следует обратиться, конечно, в Meshnet видео. Все, конечно же, правильно. Вот такие вот әртүрлі бар. Солардан өтіп қарасаңыздар болады. Рахмет назарларыңыз. Мына бір нені қазір дельфинчигімізді көргеннен кейін, қазір кез келген осы A1 уровень деңгейін көрейік. Кез келген ашып көретін болсақ, мысалы жалғастырмалы түрде 18-да job nurse ашып көрейік. I go to work. I have a job. I go to work. I have a job. I have a job. I am a teacher. I am a teacher. My mother is a doctor. She likes her job. My mother is a doctor.
What is your job? I am a teacher. I am a nurse. I am a nurse. The nurse is working with the doctor. The nurse is working with the doctor. I am a nurse. I help people. A nurse. A nurse. Nurse. I paint. I am a painter. I paint. I paint the walls. I am a painter. I am a painter. I am a painter. Painting koyamiz. What do you do, Sarah? I am a painter. A journalist writes for newspapers. A journalist writes for newspapers. What do you do? I am a journalist. The journalist is on TV. The journalist is on TV. Journalists need to ask many questions. Journalists need to ask many questions. I want to be a doctor. I want to. Do you want to be a teacher? No, I want to be a journalist. I am a student. I want to be a nurse. I am a student. Ne istesek soны koyamiz bu yerге. Tыңдалымды дамытады. Do you like painting? Yes, I want to be a painter. I have a job. I drive a school bus. I am a painter. I work at home. A nurse works at a hospital. A nurse works at a hospital. Nurse. I like to paint. I want to be a painter. I am a student. I do not have a job. I am a student. I do not have a nurse. Nurse. I want to be a teacher. I want to be a teacher. Teacher. A nurse. A bus driver. Bus driver. A nurse. Writes. Paints. Writes. Paints. What do you do? I write for a newspaper. I am a journalist. What is her job? She is a painter. She wants to be a nurse or a journalist. Осындай сияқты қылып тағы да бірнеше нені алсақ болады екен. A kitchen. Міне, қарап отырсаңыздар, осындай сияқты аларды көптеп жинап алуға болады. Осындай сияқты тапсырмалар бар. Игра дегенді ашсаңыздар да. Егер де сөздікті білмей жатсаңыздар, осы неден алсаңыздар болады, іздеу деген жерден, мысалы мына жерден, мына жерден. Кешіріңіз, мен сұрақ қойсам бола ма? Иә, қойыңыз. Жаңа түсіндіріп өткен қызыл Акелюс платформасын қалай жүктеп алуға болады екен?
Иә, жаңа қызыл акелиусты негізінде жүктеп алу ол Play Marketке кіріп телефоныңыз арқылы сол жерде акелиусты ашқан кезде екі түрлі акелиус ашылады. Оның бірі көк, ал екіншісі қызыл. Ол телефон бойынша. Және де сол кездегі қызылды бассаңыз, сіз жаңағы өзіңізге керекті осы акелиустағы қосымша ақпарат ретінде алуыңызға болады. Мен оны қазір видео арқылы көрсетіп жіберейін, ішінде қандай ақпараттар алуға болатынын. Ал енді ноутбук бойынша мен оны жүктей алмадым. Қанша мысалы неден бүйтіп ашып қарасақ та көрінбеді. Ал телефоннан кез келген уақытта өзіңізге ыңғайлы уақытта жүктеп, ішіндегі тапсырмаларды көріп, таныса аласыз. Рахмет сұрағыңызға. Иә, тағы сұрақтарыңыз болса, осылай қойып отырсаңыздар болады. Сөздік сияқты мені ашып көрдіңіздер ме мына жерде мені. Қандай сөз жазсаңыз да астына ашылады. Например, жаңағы біз nurse деген сөзді өттік қой, иә. Сол nurse деп жазып, перевести десеңіз, мына астында медсестра деп шығады. Осындай сияқты нелеріңіз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет.